Біз Қытайға жақын ауылда тұрамыз. Анам, әкем, 3 бауырым бар. Анам қайтыс болған күннен бастап үйдің ішіне қара түнек орнады. Сол күннен бастап менің балалығымда бірге көмілді. Әкем көп ұзамай екінші әйел алды. Басында балаларыма ана болсын деген шығар, бірақ ол әйел бізге мейірімін төгудің орнына тамырымызды қиды. Әкем де соның айтқаннан шықпайтын бір бейшараға айналды. Өз көзімен көрдім, өгей анам бірде әкемнің намысын таптап тұрып: «Сен менің сөзімен шықпайсың», деп айқайлады. Әкем үн қатпады. Сол сәттен бастап ол біздің әке емес, сол әйелдің көлеңкесі болып қалды. 3 бауырым бар. Қарны ашса, киімі жыртылса, бәрінің қамы менің мойнымда. Үйдің кірін жуам, тамағын пісірем, отын тасимын, су әкелем. Қол аяғым сыздап, буындарым қақсап тұрса да, өгей анамның көңілі толмай күнде қарғап сілейді. Жалғыз ғана мені жақтайтын арбаға таңылған әжем еді. Кәрі кемпірдің өзіне қарайтын ешкімі жоқ, дәрісінде, шайында мен берем. Бірақ өгей анам оған да тыныштық бермейтін. Өлсе өліп қалсын, дәрісін ішіп деп жанын жаралайтын. Әжем байғұс болса, мені ғана уайымдайды: «Қызым, шыда. Өмірдің тәттісінде, ашсында көресің әлі», деп көз жасын сығып алатын. Көп ұзамай әжемде о дүниелік болды. Сол күннен кейін мені қорғайтын ешкім қалмады. Үй іші тастай суық көрінді. Әжем кеткен соң өгей анамның көзіндегі мейірімнің аз да болса ұшқыны да сөніп ашық жауға айналды. Әжем қайтқан соң үйдің іші мүлде қара түнекке айналды. Бұрынғыдай болмаса да, кемпірдің жанашыр сөзімен ақ батасы мені демеп тұратын еді. Енді ол да жоқ. Үйдің қабырғасы қалың болса да, өгей анамның ашы сөзінен құлағымды жасыра алмадым. Әкем болса мүлде үнсіз. Өгей анамның қасында отырып, басын төмен салып, күліп отырғанын көрген сайын жүрегім қан жылайтын. Бұл кісі расымен менің әкем бе деп ойлайтынмын іштей. 16 жасқа толған кезімде өгей анам мені оңаша шақырып алды. «Қызым, сенің де бақытыңды ойлап отырмын. Бұл ауылда не бар? Тамақ та жетпейді, киім де жоқ. Қытай жақтан бір таныс бар, сені уақытша жұмысқа шақырып отыр. Көмекші боласың, ақша табасың. Әкең екеуміз саған үйде алып береміз», деді көзіме тіке қарап. Мен аң-таң болдым. Қытайға бару, жұмыс істеу, үй алып беру. Бұл сөздер басымды айналдырып жіберді. Бірақ іштей бір үрей тұрды. Қорқып тұрсам да, өгей анамның сөзін жоққа шығара алмадым. Әкемнің де үнсіз басын изеп отырғанын көргенде, жүрегім тіпті қақ айырылғандай болды. Арада көп өтпей әлгі Қытай келді. Қасында бір ауылдағы аудармашы ер адам бар. Олар шүңкілдеп сөйлесіп отырды. Тілдерін түсінбедім, тек бір сәтте Қытай маған қарады да, қолындағы қорапты ашып, ішінен ақша суырып берді. Сол сәтте жүрегім шым ете қалды, мені сатып жатыр. Өгей анамның көзі жанып, ақшаны қолына қысып алғанын көргенде, бүкіл өмірімнің бағы сол жерде шешіліп кеткенін сездім. «Қорықпа», деді өгей анам сыбырлап. «Ол жақта жегенің алдыңда, жемегенің артыңда. Қыз сияқты өмір сүресің». Мен үндей алмадым. Іштей бәлкім рас шығар деп жұбаттым өзімді. Сол түнде мен туған үйімнен соңғы рет шықтым. Артымда іні қарындастарымның аш көздері, бейшара әкемнің үнсіздігі, өгей анамның қолындағы ақша ғана қалды. Қытай шекарасынан өткен сәтім әлі күнге дейін көз алдымда. Жүрегім алып ұшып, аяғым қалтырап, көзімнен жас тоқтамады. Бұл менің тағдырымның жаңа беті шығар деп өзімді жұбатқаныммен, жан дүниемде қорқыныш қана тұрды. Жолдан шаршап, әлсін қалғып кеткенімде, Қытайдың ауыр даусы құлағымды жарып оятатын. Ол маған түсініксіз сөздер айтып күлетін, мен тек басымды төмен салып, үнсіз отыра беретімін. Ақыры үлкен қақпалы бір үйге жеттік. Қақпаны ашқанда алдымнан егде тартқан бір әйел жүгіріп шығып, күлімдеп қарсы алды. Қолымнан ұстап ішке жетектеді. Бейтаныс иістер, дәмсіз әрі ащы тағамдардың иісі мұрнымды қысып жіберді. Ол Қытайдың әйелі екен. Мені ас үйге апарып бірдеңелерді айтып жатыр. Жұмысымды түсіндіріп жатқанын түсіндім. Содан жұмысқа кірісіп кеттім. Сол үйдің бүкіл тірлігі мойнымда. Бір күні түнде Қытай бөлмеме кірді. Ай-шай жоқ, мені диванға лақтырып, іш киімімді жыртып, артқы жағымнан итерді.
Ар жағы айқайға да, жылауға да келмейтін қасірет. Сол күннен бастап ауыр қасіретім басталды. Күндіз күн, түнде ойыншық болдым. Кейде таңертең тұра сала еден жууға мәжбүр қылады. Қолым қанталап кеткенше ыдыс жуам. Дәмсіз, ащы тамағына үйрене алмай, жүрегім айнитын, кәдімгі үйде жеп жүрген нанымды сағындым. Жегенің алдыңда, жемегенің артыңда деген сөздің бәрі жалған екенін сонда ұқтым. Түнде болса Қытайдың итергеннен, қысқанынан, ауыр тынысынан жаным қиналып, жанарымнан жас аққаны тоқтамайтын. Әрбір түн мәңгілік азап секілді еді. Бір күні әйелі есікті сәл ашып қарап тұрды. Көзіне көзім түскенде ол жымиып қойды. Сол сәт менің жүрегім зырқ ете қалды. Ол да бәрін біледі, бірақ ештеңе істемейді. Менің тағдырым осылай басталды. Өз үйімде өгей шешемнің күңі болдым, енді жат жерде Қытайдың құлына айналдым. Қытайдың үйіндегі күндер бір-біріне ұқсап, ұзақ түндерге жалғаса берді. Таң атпай жатып тұрам, еден жуу, кір жуу, тамақ істеу, бәрі менің мойнымда. Қолым сыздап, буындарым ауырады. Әр күнім бір жылға татиды. Үйдің ішінде жалғыз сезім, қорқыныш. Әр қадамымда аңдып жүргендей. Қолымнан ыдыс сынса, әлгі әйел бәйбішесі қолына түскен затпен салып жібереді. Түнде Қытайдың бөлмеме кіретін сәттер ең ауыр еді. Ол келгенде жүрегім дүрсілдеп, денем дірілдеп кететін. Қатты итергеннен, қолмен қысып алғаннан кейде тұншығып қала жаздайтынмын. Қанша рет қойыңызшы деп жалынып едім, ол ешқашан тоқтаған емес. Қайта күліп тұрып, қытайша бірдеңелерді айтып, изеңдеп үстімнен түспейтін. Менің айқайым ешкімге жетпеді. Үйдің қабырғасы қалың, ал көрші қолаң үшін мен жай ғана малаймын. Көмекке келетін ешкім жоқ. Кейбір түндері бөлмемнің бұрышына бүктетіліп отырып, өзімді жұбатамын. Егер анам тірі болғанда, мен мұнда болмас едім. Әжем өлмегенде мені ешқашан сатып жібермес еді. Сонда ғана көзімнен аққан жасымды сүртіп, жүрегімдегі үміттің әлсіз жібіне жармасып, ертеңіне сенгім келетін. Бір күні далаға отын әкелуге шыққанда, көше бойымен қол ұстасып бара жатқан жас қыз бен жігітті көрдім. Қазақша сөйлеп бара жатты. Құлағыма ыстық таныс үн тиді. Сол сәт жүрегім қарсы айырылды. Сол жерде қазақ ауыл бар екенін білдім. Қашып кеткім келді. Тіпті бірде есіктің құлпын байқатпай ашып көрдім. Бірақ Қытайдың қатыны артымнан шыға келіп, шашымнан сүйреп алып кіргізді. Содан кейінгі күндерімде жалғыз арманым болды. Қашу, құтылу. Бірақ жолын білмеймін, қайда барарымды білмеймін. Тек жүрегімде әлсіз болса да үміт бар еді. Қытайдың үйіндегі қорлық күн өткен сайын күшейді. Денемді ғана емес, жанымды таптап тастады. Кей түндері төсектен тұра сала өзімді өлтіргім келетін. Бірақ бауырларымның бейнесі көз алдыма келіп, тірі бол, бір күні жол табасың деп өзімді тоқтататымын. Бір күні түсте қожайындары жоқ кезде есікке жақындадым. Құлып жартылай жабық екен. Жүрегім атша тулап, алақаныма тер жиналды. Асығыс қақпадан шығып жүгіре жөнелдім. Қайда барарымды білмедім, тек қашып құтылғым келді. Көшелер ұзақ, бейтаныс, адамдардың бәрі маған күдіктене қарайды. Бір бұрышқа жасырынып, жүрегімнің дүрсілін баса алмай отырдым. Бірақ бақыт ұзаққа бармады. Артымнан айқай естілді. Қожайынның бәйбішесі екі Қытай жігітімен жетіп келді. Қолымнан ұстап, шашымнан сүйреп жерге лақтырды. Бірі аяғымнан басып, бірі қолымды қайырып, арқаммен байлап әкетті. Үйге кіргенде қожайын ашулы жүзбен тұр екен. Көзінен ыза ұшқындап, қолында ауыр белдік бар. Хан-хун деп бірдеңелерді айтып, белдік арқама сарт етіп тиді. Ауырсынғанымнан айқайлап жібердім. Тағы да ұрды. Әр соққы жанымды қақ айырып бара жатты. Қан аралас жасым бетін жуды. Сол түні төсектегі зорлық бұрынғыдан да ауыр болды. Ол мені қинаған сайын, бұл жазаң дегендей күліп тұратын. Қанша жалынып, жылап қолын итерсем де тоқтамады. Сол түннен кейін менің үмітім сөніп бара жатты. Қашуға дәтім бармайтын болды. Бірақ жүрегімнің түбінде бір әлсіз үміт әлі де тір еді. Бір күні бұл тозақтан шығып, қайтадан қазақ жеріне ораламын. Күндер, айлар жылжып өте берді. Қанша жыл өткенде білмеймін. Күндізгі күңдік, түнгі қорлықтан денем әлсіреп, жаным құлазып кетті. Бірақ бір күні бойымнан өзгеше бір ауырлық сезіндім.
Әлсіздік күшейіп, ішім тарта бастады. Ішімді ұстап құладым. Есімді жисам басымда бір дәрігер отыр. Мен жүкті екенмін, өзімде сезім жүргенмін. Қожайын бұл хабарды естігенде қатты қуанды. Қожайынның балалары болмаған. Құдайым деп сыбырладым, мені сатып жіберген өгей анамнан бұл қорлықтың жазасын ал. Мен көрген қорлықты ол да көрсін, менің көз жасым оған жетсін. Түнде тағы да төсекте қорланып жатып, ішімдегі нәрестеге қолымды қойып сыбырладым. Кешір мені, құлыным. Сен еш кінәсісің. Бірақ сенің өмірің осы қорлықтан басталды. Егер тірі қалсам, сені қазақ еліме алып қашам. Ал егер мен өлсем, сен де азат боласың. Бір күні қожайын қалаға кетіп, бәйбішесі базарға шықты. Үйде жалғыз қалғанымда жүрегімдегі үміт қайта жанды. Терезенің темірін көптен бері байқап жүредім, бір жері сәл босап тұрған. Тәуекелге бел будым. Бар күшімді салып, темірді итеріп, әрең дегенде сығылып шықтым. Қолым жырылып, қан ағып жатты, бірақ оны сезбедім. Тек ішімдегі баламды қысып ұстап, тек шыда, құлыным, біз қашып құтыламыз деп сыбырладым. Қала шетіндегі қазақтар тұратын ауылды көптен естіп жүредім. Сол жаққа қарай жүгірдім. Әр бұрышта ұстап алардай көрінген адамдардан қорқып жасырындым. Құдайдың өзі жебеді ме, ақыры қазақ ауылына тап болдым. Бір ақсақалды кісі мені көріп жүгіріп келді. Қызым, сен қайдан келдің? Деді. Мен тізерлеп отырып жылап жібердім. Қазақпын, қашып келдім, құтқарыңыздар. Олар мені үйіне кіргізіп жасырды. Кейін Қазақстанға жеткізудің жолын тапты. Сол сәт менің екінші рет туған күнім болды. Өз ұлтым, өз қазағымның арқасында елге оралдым. Елге оралғанда ең алдымен ауылға бардым. Әкемді көрдім. Ол қартайып көзіне жас алып отырды. Бірақ менің жүрегімде оған мейірім қалмаған еді. Сен менің әкем емессің, дедім қатқыл үнмен. Сен мені саттың. Мен көрген қорлықты көрсең ғой, өлгенің артық еді. Өгей шешемді де көрдім. Ол баяғыдай айқайлап сөйлегісі келді, бірақ мен баяғы үндемес қыз емес едім, қарсы тұрдым. Оған тіке қарадым да, менің көз жасымнан құтыла алмайсың. Әжемнің қарғысы, менің қарғысым сені табат, дедім. Өгей шешем науқас екен, көп ұзамай ол қатты науқастанып төсекке таңылды. Оған ешкім су да бермеді. Мен де қараған жоқпын. Өзінің айтқаны өзіне қайтты, дәрісін ішіп өле қалсын деген сөзі өз басына келді. Мен ішімдегі баламды аман есен дүниеге әкелдім. Құшағыма алып тұрып, көз жасыммен бірге күлкімде ақты. Сен енді азатсың, құлыным. Сен ешқашан құл болмайсың. Сол сәтте ғана жаным тынышталды. Менің тағдырым ауыр сабақ. Бірақ әр қазақ қызына айтарым біреу. Ешқашан сатылма, ешқашан тағдырыңа көнбе, қай жерде жүрсең де азат болуды аңса. Мен қазір тыныш өмір сүріп келемін. Қазақ ауылында адасқан жанымды таптым, жүрегімдегі жараны жаза алмаса да, жанымның отын өшірмей тұрған адамдар бар. Бірақ өткенімнен қашып құтыла алмаймын. Әкемді ойласам, жаным қарс айырылады. Ол әлсіз еді. Өгей шешенің айдауымен жүрген еді. Мені қорғауға шамасы жетпеді. Бірақ мен білемін, ол мені жек көрген жоқ. Тек қорқақ болды. Сол қорқақтығы үшін енді өмір бойы азап шегіп өтті. Қарттар үйіндегі әкем туралы естігенде жүрегім шыдамай жылады. Көрші ауылдағы бір жеңгем айтқан. Әкем күн сайын терезеге қадалып отыратын. Күн шықса да, қар жауса да, көзін алмай күтіп отыратын. Қызым бір келіп қалар дейтінде қоятын. Бірақ сен бармадың. Иә, мен бармадым, оған деген өкпем тарқамады. Әкем сол терезенің алдында жан тапсырды. Ең соңғы сөзі менің атым екен. Мен оны құшақтап кешір, әке деп айта алмадым. Оның соңғы демін сезе алмадым. Ол өмір бойы әлсіз болып өтті. Ал мен әлі күнге дейін әке іздеген қыз болып өтемін. Қазір кейде түсімде көремін, қарттар үйінің кішкентай терезесінен үмітпен қарай. Сол жанар мені тірі ұстап келеді. Әке, кешір мені.